бұл өнер арнасы жұлдызды жаңалықтарға шолу жасаймыз. Өгей әкем абьюзер болды. Нағима Есқалиеваның ұлы анасы жайлы сырын ашты. Қазақстан Республикасының халық артисі Нағима Есқалиеваның ұлы Диас Абылаев анасының өмірі жайлы бұрын айтылмаған құпиясын ашты. Диас Абылаев мансабындағы алғашқы ашық сұхбатында ата-анасы Нағима Есқалиева мен Александр Абылаев ажырасуы туралы естеліктермен бөлісті. Мен ол кезде 3-4 жаста едім, ешқандай жанжал, ұрыс есімде жоқ. Мен әкеммен бірге Свердловскіден келген кезіміз еді, ол жақта оның әпкесі тұратын. Біз үйге келгенде босағада анам тұрды, ол болды деді, ал әкем кетіп қалды, мен ештеңе түсінбедім. Қайтадан ойынға кірістім деді ол. Диас Абылаев ата-анасының ажырасуы оның өміріне қалай әсер еткені жайлы бөлісті. Мұның маған қаншалықты әсер еткенін кейін түсіндім, бірақ мен олардың әлі де бір-бірімен сыйластықта екеніне ризамын. Жалпы әкем бұл жағынан өте дипломатиялық адам, оның әртүрлі әйелден 3 баласы бар, бәріміз жақсы араласамыз деп қосты Есқалиеваның ұлы. Диас сонымен қатар әйгілі анасының екінші некесінің қандай болғаны туралы тәптіштеп айтып берді. Нағима Есқалиеваның екінші күйеуі қазір тірі емес болғандықтан ол бұл тақырыпты сөйлесуді жөн көрді. Ол жерде бәрі өте нашар еді. Мен мұның бәрін көрдім, бірақ мен ештеңе істей алмайтын едім. Тек анашым тапқан күйеуіңіз осы ма дейтін. Олар мені әке деп айтуға мәжбүрлейтін, бірақ мен олай айтпайтынмын. Бұл сондай қайғылы оқиға еді. Анам тұрмыстық зомбылықтың құрбаны болмады, деді Диас Абылаев, қазақстандық әнші, музыкант және композитор. Ол Қазақстан Республикасы халық артисі Нағима Есқалиеваның ұлы. Диас өзінің музыкалық мансабын 2014 жылы бастады. Сол жылы өзінің алғашқы «Қосыл бізге» атты қазақ тіліндегі әнін шығарды. Әнде Бали аралында GoPro камерасымен клип түсірген. Сондай-ақ ол 2014 жылы Диас Түркиядағы Turkvision халықаралық ән байқауында қатысып финалист атанған болатын.